Ақпараттық сағат. Абай атамыз дүниенің бар шындығы мен ақиқатын бір ауыз сөзге түйіндеген дана адам. Оның ұлағатты сөздерінде түсінем деген жаңа қаншама даналық пен кемеңгерлік жатыр. Бүгін сіздерге Абайдың жүрек, ақыл, мінез жайлы жазған қанатты сөздерін ұсынамын. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Өзің мал таба алмасаң, балаң мал тапсын. Тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ, рақымдылық, мейірбандылық. Әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді. Демек, болар жүрекісі, асықтық та жүрекісі. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Адам ақысыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып, аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулық жоқтығынан азады. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Құдайшылық жүректе, жаманмен салысып жақсы болмайсың. Көпке қорлық жүрмейді. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Надан ер қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмас нәрседен ұялады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не маңдай терден сұрау керек. Келесіде Мұхтар Әуезовтің қанатты сөздері жайлы айтылады.